азан айтылып жатса орнына тұра қалады ше. Мүмкін сол үшін жәннатқа кіріп кетуі мүмкін ол адам. Ассалаумағалейкум жамағат. Азан шақырып жатқан кезде қандай әрекет жасау керектігін білгіңіз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Біздің арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Видеоны таратып сауапқа енеліңіздер. Адамның азанды естіген кезде не айтуы мұстахаб, не айтылуы керек жалпы азан айтылған кезде. Мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына хадисі Абу Саид аль-Худри радиаллаху анхудан жетеді. Ол кісі былай дейді: Сами'ту Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам яқул. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп тұрғандығын естідім дейді. Иза сами'тумул муаззина, сендер муаззин, яғни азан айтушыны естіген кездеріңде, фи хадис Малик ан-нида'a фақулу мисла ма яқулу. Малик радиаллаху анхудың хадисіндегі секілді дейді, жаңағы азан, нида, не айтылып жатыр? Фақулу мисла ма яқул. Ол не айтып жатқан болатын болса, соны қайталаңдар дейді. Соны айтыңдар дейді. Келесі бір хадисте Амр ибн Ас радиаллаху ан. Амр ибн Ас радиаллаху анхуден жетеді бұл хадис, яқул, былай деп айтады. Иннаху сами'a Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам яқул. Пайғамбарымыз былай деп тұрғандығын естідім дейді. Амр ибн Ас. Иза сами'тумул муаззина, муаззинді естісеңдер, яғни азанды естісеңдер, фақулу мисла ма яқул. Ол не айтса, соны қайталаңдар. Аллаху акбар деді ма, сендер де Аллаху акбар деп қайталаңдар. Сумма саллу алейя. Содан кейін маған салауат келтіріңдер. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад. Фа иннаху мен салли алейя, кімде-кім, өйткені кімде-кім маған салауат айтатын болса, салатан бір салауат айтатын болса, саллаллаху алейхи биха ашран. Аллах тағала оған 10 салауат айтады дейді. Яғни Аллах тағала оған 10 есе артық, 10 есе рахмет көрсетеді дейді. Яғни Аллах тағаланың адам баласына салауат айтуы, ол адамды не істеуі, кешіруі, яғни мейірімділігіне алуы болып есептеледі. Сумма саллаллаху тағала ли әл-василата. Содан кейін Аллах тағаладан маған васила тілеңдер дейді. Васила деген сөз шапағат етуші немесе байланыс деп айтамыз. Васила деп шапағат етуші. Шапағатшы болсын бізге пайғамбарымыз деп тілеңдер дейді. Пайғамбарымыз бізге шапағатшы болсын деп тілеңдер дейді. فإنها منزل في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله. Өйткені васила деген нәрсе дейді, бір мекен дейді, немесе бір мақам дейді. Яғни бір мақам деген сөз дәреже дейміз ба, или бір былай айтқан кезде мүмкіндік дейміз ба, сондай нәрсе келеді. Жәннаттағы бір мүмкіндік дейді. Ол жәннаттағы мүмкіндік ешбір адамға берілмейді дейді. Ол бір-ақ адамға беріледі дейді. Ва аржу ан акуна ана хуа. Мен Аллах тағаладан тілеймін, яғни Аллах тағаладан үміт етемін, сол адам мен болайын деп тілейін дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Яғни шапағат ететін, василат ететін, мен сол болайын деп тілеймін дейді Аллах тағаладан. Фәмән сә'алаллаху ли әл-василата, кімде-кім Аллах тағаладан мені василат етіп сұрайтын болса, яғни василаны қазір түсіндірем кеңінен, халлат лаху әш-шафаат. Оған менің шапағатым халал болады дейді. Оған менің шапағатым халал болады дейді. Яғни жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам васила ету, я Расулаллах. Мысалы, біз мынандай нәрсені айтамыз. Біз Құран оқимыз, иә? Құран оқимыз. Я Аллах тағала, осы Құранның құрметіне менің құлшылықтарымды қабыл етті. Бұл васила. Бұл айтқан кезде Аллах тағалаға өзінің бір амалыңды көрсетіп жатсың. Я Аллах тағала, мен Құран оқыдым, сауап істеп жатырмын. Осы сауап болатын болса, осы Құранның құрметіне менің дұғамды қабыл ет деген сияқты. Бір атақты оқиғаны білесіздер, 3 адамның жаңағы бір үңгірде қамалып қалатын. Солар не істейді? Өздерінің амалдарын Аллах тағалаға айтады. Я Аллах тағала, мен пәлен уақытта осындай бір жақсылық жасап едім. Сол жақсылықтың құрметіне осы тасты жылжыта көр дейді. Я Аллах тағала дейді. Сол сияқты. Я Аллах тағала, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның құрметіне бізді шапағатына лайық ете көр. Соның құрметіне Аллах тағала біздің жасап жатқан
құлшылығымызды қабыл ете көр деген секілді уәсила осы нәрсе. Енді келесі бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Бұл хадис ан Абдуллах ибн Утба ан Умми Хабибата. Умми Хабиба деген кісіден риуаят етіледі. Анна Расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кана иза сами'ал муаззин яқулу мисла ма яқул. Пайғамбарымыз жаңағы муаззин, азан айтушы, азан айтқан кезде азан қалай айтылған болатын болса, солай қайталайтын дейді. Хатта яскута, ол бітіргенге дейін, азан бітіргенге дейін соны қайталайтын дейді. Енді тағы бір нәрсе бар. Жаңағы хайя аля салах, хайя аля фалах деген жерлер бар, хадис неде, азанда. Осы жерлерде не айтылу мәселесі. Фаянбағи лаху ан ядж'ала макана залик ма қад руя ани наби саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай бір хадис, мынандай бір хабар келеді. Фил асарил ахар, басқа бір хадисте, ва хуа ла хаула ва ла қуввата илля биллах деген сөз дейді. Хайя аля салах, хайя аля фалах деген кезде ла хаула ва ла қуввата илля биллах деген сөзді айту мәселесі дейді. Тағы бір хадисте ан Умар ибн Хаттаб радияллаху анху. Умар ибн Хаттаб радияллаху анхуден риуаят етіледі, және де оның анна Расулаллахи саллаллаху алейхи уассалам қал, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді. Иза қала муаззину Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деген кезде азан айтушы адам فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر дейтін болса, ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله деген кезде сол қайталайтын болса, содан кейін أشهد أن محمد رسول الله деген кезде онда қайталайтын болса, одан кейін ثم قال, одан кейін حي على الصلاة деген кезде فقال لا حول ولا قوة إلا بالله дейтін болса, حي على الفلاح деген кезде де لا حول ولا قوة إلا بالله дейтін болса, ثم قال الله أكبر الله أكبر дейтін болса, فقال, ол адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді. لا إله إلا الله من قلبه, لا إله إلا الله дегенді жүрегінен айтатын болса, دخل الجنة дейді. Жәннатқа кіреді дейді. Осы азанды қайталап, حي على الصلاة деген кезде لا حول ولا قوة إلا بالله, حي على الفلاح деген кезде لا حول ولا قوة إلا بالله деген кезде дейтін болса, دخل الجنة, жүрегімен айтатын болса дейді. Қараңыздар, бір азанмен біз не істеуімізге болады? Жәннатқа кіріп кетуімізге болады. Осы жерде бір хадисті айта кетейін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кейбір уақыттарда біз не қыламыз? Ойланып отырамыз, я Аллах тағала, біз құлшылықтарымызды орындаймыз, намаздарымызды кейбір кезде кешіктіріп жатамыз, күнәлар бар өмірімізде деп, иә? Сол кезде мынандай бір хадис еске келеді, еріксіз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына былай дейді. Егер Аллах тағаланың әмірлерінің оннан бірін тастап қоятын болсаңдар, сендердің құрдымға кетулеріңе жеткілікті дейді. Сахабаларына қарап тұрып айтады оны. Енді сахабалар, олар басқа адамдар ғой енді. Соларға қарап тұрып айтады. Бірақ дейді, бір уақыт келеді дейді. Үмметімнен бір уақыт келеді, бір заман келеді дейді. Олар Аллах тағаланың әмірлерінен оннан бірін орындайтын болса, жәннатқа кіреді дейді. Қараңыздар. Сол уақыт қазіргі уақыт негізі. Аллах тағаланың әмірлерінің оннан бірін орындайтын болсақ, жәннатқа кіреміз. Сол оннан бірін орындай алмайдық қой біз. Оннан бірін орындай алмайдық қой біз. Намаз оқысақ, оразаны ұстасақ, зекетімізді, садақамызды берсек, иә? Оған қосымша, жаңа жоғарыда айтқанымыз секілді, өтірік айтпауымыз керек. Аманатқа қиянат жасамауымыз керек. Уәдемізде тұруымыз керек. Отбасымызға дұрыс қарым-қатынаста болуымыз керек. Адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болуымыз керек. Бұлай айтқан кезде мұсылмандық әдеппен, мұсылмандық ақылақпен ақылақтануымыз керек. Сол кезде ол оннан бірі болып есептеледі, жаңағы айтқан секілді. Оннан бірі болып есептеледі. Әлі оннан біріне кім біледі, оннан біріне жетпеуі де мүмкін. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан секілді, оннан бірін жасасақ, жәннатқа кіреміз. Соны ұмытпау керек та. Мына хадисте де айтып отыр ғой. Бекерге айтылып жатқан жоқ мына нәрсе. Мына пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына хадисте бекерге айтып жатқан жоқ. Өйткені бізден кейінгі келетін үмметтің халін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жақсы білді. Өзінен кейінгі келетін үмметтің халін, яғни біздерді. Иә, біздердің халімізді жақсы білді. Сондықтан да осындай хадистерді айтып отыр бізге. Ең болмаса азанды айт. Азан айтылған кезде қайтала.
соны жүрегіңмен қайталайтын болсаң жәннатқа кіресің деп отыр. Ең болмаса осыны істеші дейді. Ол саған 10-ның бәрін айтып жатқан жоқ. Ең болмаса осы 10-ның бірін істеші деп отыр да. Біз соның 10-ның бірін де істемей қаламыз ғой кейбір кезде. Азан айтылып жатқан кезде бүйтеміз. Телефон шықлап отырамыз. Азан айтылып жатқан кезде, азан айтылып жатыр екен ғой деп, бүйтіп құлағымызды бір не қылмаймыз мысалы. Азан айтылып жатыр екен ғой деп. Сырттағы адамдар мысалы, мен кейбір кезде не қыламын, қызығамын былай айтқан кезде. Анау дінді білмейтін мұсылман ғой барлығы, Аллаға шүкір. Жаңағы намаз оқымайтын. Азан айтылып жатса орнына тұра қалады ше. Мүмкін сол үшін жәннатқа кіріп кетуі мүмкін ол адам. Өйткені Аллах Тағаланың аты айтылып жатқан кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның аты аталып жатқан кезде, ол азанның бір қасиетті екендігін ұғынып отыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан секілді. Оның қасиетті екендігін соны тыңдайды ол. Тұра қалады орнында. Тұра қалып, тыңдай қалады. Мүмкін Аллах Тағала сол үшін жәннатқа кіргізуі мүмкін ол адамды. Ол өйткені Аллах Тағалаға иман етіп отыр да. Шын жүрегімен иман етіп отыр ол. Түсінікті? Сондықтан да біз иман ететін болсақ, шын жүрегімізбен иман етуіміз керек. Бір амалды жасайтын болсақ, шын жүрегімізбен жасауымыз керек. Ол жүрекпен жасалмаған кез келген амал бос болып есептеледі. Жаңағы жоғарыда айтылған хадистер секілді. Жаңа айтқанымыз секілді, азан айтылған кезде не істеуіміз керек? Қайталауымыз керек. Ла хаула ва ла қувата, хайя аля салах, хайя аля фалах деген жерлерде ла хаула ва ла қувата илля биллах деп не қылуымыз керек? Шын жүрегімізбен қайталауымыз керек екен. Осы жерде сабағымыз аяқтаймыз. Келесі сабақта дәл осы жерден жалғастырамыз. Ва ахиру дa'вана алхамдулиллахи раббил аламин. Аллах